Сәлематсың. Кола бар ма 2 литр? Соны біреуін берейін. Сосын тан жейсің бе? Бір тан. Сосын семечканы бересің, үлкен семечка. Сосын бұл ма? Сен де бірден алып жейші, не сөйлемей тұрсың? Колбаса жейміз бе? Бір колбаса жейтін болды. Бір колбаса сосын халал. Соны берейін. Осының бәрін салып берің. Осының бәрін қарызға жазып қойсақ па да? Жоқ, бермейді. Айлықтан береміз апа? Жоқ. Колбаса жейіп жатам ба деп едім жаңа. Сен де не басты кетіріп сөйлемей тұрсың жаңа магазинде? Маған сөйлеу болмайды, родной. Неге болмайды? Оразамын мен. Қолмаш қайда ораза? Оразаға 20 күн бар емес пе, Бока? Алдыңғы жылдың қазаларын өтеп жүрмін. Неше күн қазасың? 29 күн қарыз болып тұр ғой. Сен былай вообще ұстамапсың ғой, білесің бе оразаны? Сен ораза басталған күн сағат 4-те аузыңда ішіп жүрдің ғой? Мен қарным ашып кетті, не істеймін? 30 күн қарызсың ғой сен. Былай ұстасаң да жетіспейсің. 20 күн қалды итакта. Көрмеймін ба? Шанс жоқ. Әлбек қайда осы, Саат жоқ. 3 болды, как раз жиналыста отыр ол. Қота бересің ба сен бала? Оқуыңды оқыдың, дипломыңды алдың. Жұмыс қайда? Ой, мама, гинеколог бол, кім жұмыс жасайды? Жұмыс көп, басқа жұмысқа бар. Жұмыс жетеді. Ой, жасаймын, ертең кірем деп жатырмын ертең. Қашан кіресің жұмысқа? Ертең кірем алып жатыр. Жұрттың балдарына қарасаң қызығасың. Балдарына айтып марқаят, келіндеріне айтып марқаят. Мен не кімді айтам? Ой, жұрттың балдарына мен... Ұялатын болдық қой, көршілерден ұят болды ау. Жүрсің мынау, түніңмен қаңғисың, күндіз ұйықтайсың. Жұрттың балдарына... Жұмысың жоқ, бір жақтан арам тамақ болдың ғой сен бала. Ой, жұрттың балдарына мен бар мама? Отырып қой, өз балдарың. Жетеді ғой. Сен маған қара сөйлейін депсің, сөйлейме, маған сөйлегені жұмысыңды өзі жұмыс қара. Жасаймын. Қашан жасайсың? Әкеңе көмегің тимейді. Үйдің алдын жинастырмайды, көмектестірмейсің. Давай, 3:30-да менің де жиналысым басталады. Жүрдім. Саған бүгін жиналыс жоқ па? Маған жоқ, бүгін үйдегілер қалаға кетіп қалды. Шыққасын, звондаймын жиналыс. Офисте оламын ғой. Давай. Келіңдер, үшеуіңде. Қашан жұмыс жасайсың? Кірем деп жатырмын ғой, Нұртай бар, бәріміз кәм. Нұртай дейсің, Бауға дейсің. Собаларға ерме дедім мен саған, постоянно айтым, ерме. Басқа бала жоқ қой олда. Ерме, басқаға ерме, жұмысыңды жаса, досты балаларға ер. 2 бала ерме де, Нұртайға да ерме, Бауға да ерме. Алло, мен шықтым жиналыстан. Офистесіңдер ма? Давай-ка барам. Болды, мама. Жасау ғой, жұмыстарын жаса. Арам тарап қылып отырма үйде, жұмысың істе. Иә, давай. Қашан көрсек шоқ отыр жүрістерің. Айлық түсті ғой. Көмеш? Сөйтіп қаша айтамын кеміз, прикол. Енді офисқа парта, стол бірден алу керек еді. Қонақ шақыра алмайды, ұят болды әше. Ой, ұят деп, үйден ұят болды, кәдімгідей. Жату тек ұйықтауға барып жүріп қой. Там абырой жоқ. Көшеде шегу. Қайсы? Темек бар ма? Бір штук. Қақсы жүріп қой. Басын кейтіп тұр бар ғой. Айқай біздің үйде. Сен үйінде де ма? Жиналыс күнде айқай. Шүгіл, бар да магазиннен бір штук темек алып кеш. Қалай Шүгіл? Жұмыстарын жоқ, ақшаларын жоқ. Болмыздар, мен жұмсайын деген ба? Мә, бармай. Не басты кетіп тұр? Қара бет. Көшеде де абырой жоқ қой бізде. Дұрыс айтасың. Бетик қалаға барайық. Қалада не, біреу күтіп тұр ма не бізді? Тыңдасайшы мені. Күтіп отыр ғой. Кім Апаш кім бар ғой мен қалада. Қоя ғой, сен білеміз ғой Апаш. Бақасы тыңдасайшы, қалаға барайық. Көтеріп кетейік кәдімгі. Жұмыс істеп үйге ақшамен байып келейік шеш. Қашан барайын деп отырсыңдар ал? Ертең шығып кеткен. Ертең 10-да шығамыз. Ой, бара алмаймын, ертең 10-да НТК-да Дерзкі сериалым бар, соны қарап жатуым керек. Әлбек, НТК-ның бастығы не деп айтқанын білесің бе? Баука көтін көтеріп жұмыс тауып, бір жұмыс істемесе, бізде каналда кино бітті деген ол же. Сосын менде өше бос уақытта жоқ, жалпы бар ғой. Қоя, өше бір арзан асабалар құсамай. Сен өмірге шыр айтып келгеннен уақытыңнан бастап боссың ғой? Солай ма? Солай ма емес, солай. Өшін бітеміз. Әлбек дұрыс айтады, короче. Басамыз қалаға. Ертең 11-де жиналайық. Бірінші автобуспен кетіп қайық сосын. Көшенің басында кездесеміз онда. Давай. Кетейін деп отырсыңдар ма не? НТК-да Дерзкі сериалым бар еді, повтор бар ма екен? кетші.
Risk жасайтын риск көп. Риск 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 жасайтын риск. Апашкин иә? Осы. Вообще қандай апашкин екен ол? Мама бар емес пе өзің? Гүлжан апа. Соның сіңілісінің құдалары бар бір Алыстау. Сәрсенбек па? Сәрсенбек, соның бөлесінің құдашасы ғой, үлкен қызы. Құдашасының үлкен қызы ғой. Жақын апашкин екен ғой да. Өте жақын, қандас апам ғой, қандас қазір. Қандас деген ол. Қанымыз қызыл ғой бәріміздің. Қандас апа ғой. Таниды ғой сені да. Ой, смелат айт. Мені дейтін адам бері күтіп отыр ғой. Кіреміз да. Тамаққа тыңқиып алсақ болды ғой, главное. Сөйтек кеттік. Май, апашка ремонт өлтірткен. Қуасыңдар ма? Мынау әлі подъезд. Кірген жоқпыз ба үйге? Подъезд дейді. Ұйықтатты, обойды қарасың. Май, уахе, айнаны қара. I don't know what it is, but she drives me crazy. Қош келдіңдер, қалайсыңдар? Неге келетіндерін ескертпегенсіңдер? Кейін үлгермей қалдым ғой. Нормально, қайта ес қақпай келу керек деп отыр. Қомаш, апашкин емес пе? Жарайды онда, арқайын емін-еркін отыра беріңдер, өз үйлерін құсатып. Мен қазір тез бірдеңе дайындап жіберейін, қарындарың ашқан шығар. Айттым ба? Смело отырыңшы, ешқашан апашкин үй дедім ғой, жататын жері бар, тамақ ішіп аламыз. Таңертең жұмысқа шығып кетеміз. Квартира жалдап қумаймыз. Көшет жатамыз до конца. Апашкин деріскен, сау болшы. Короче, тамаққа тойып алайық да, жұмыссыз үйге шығып кетейік, саған жата үйге бірден. Адамды. Ұят емес па қонақ келгенде? Сыйламайсың ба кішкене болса да? Не ал деймін, не болды ал? Шайыңды қызғаным. Болды, шай, дай. Қайда қандас апашкин ойбай тамаққа тойдырады дегенің қайда ал? Тойып тұр ғой, мен жерде де тамақ бар ғой. Апашкин бес, ама мен көкбет болып шықты ғой. Мойындамаймын, апашкин бес. Бірден сезім бе? Болмаса мен апашкин жөндеші. Қоя қойшы, кілең апашкин ма не? Сенде де ағашқы дейтін жоқ па? Барын айтам. Жүріші, одан да квартира жалдап кәм. Өзіміз тұрайықшы, еркін. Дұрыс айтасыз, қазір тасыл ақтырсаң асабалармен квартираны таратады. Құмаш, сен цитат айтпыш. Кет квартира тауып алайық сен. Апам бесін. Ребята, вот моя квартира, чистая, хорошая, уютная. Только единственное, с соседями не шуметь, не пить, не курить. Только единственное есть но. Какой но? С собакой будете жить. Вместе? Да. Болғасын жаратылған пенде, жүргесін қонақ болып жерде. Әрине өмір сүруге де бауырым керек болады теңге.